Қайырлы таң. Қайырлы таң, әкешім. Жанымсың. Папа, бүгін демалыс қой. Сонда да жұмысқа барасыз ба? Қызым, бүгін маңызды кездесуім бар. Сонда барам. Үлкен әке де бара ма жұмысқа? Әрине барады. Енді ол компанияның басшысы ғой. Онсыз кездесу қалай болады? Бүгін демалыста үлкен әкенің үйіне барамыз келген еді. Онда былай жасайық. Сендер аналармен бірге сонда бара беріңдер. Мен қайтар кезде сендерді алып қайтам, жарай ма? Үлкен әкені сағындық, біз барғанда үйінде болған жақсы еді. Кездесулерің қашан бітеді? Ертерек қайтасыңдар ма, әлде таңертеңге дейін сонда боласыңдар ма? Жоқ қой. Түстен кейін бітеді. Олай болса мен балаларды алып сонда бара берейін. Сендер келгенше сол жақта күтеміз. Жарайды. Уақыт болып қалыпты. Мен кеттім, иә? Жақсы. Ой, осы демалыс болғаннан кейін адам сияқты демалсаң да? Бүгінгі кездесу өте маңызды. Асықпай талқылайық деп әдейі демалысқа тураладық. Ой, пап, бүгінде жұмысқа барасыз ба? Қалаға шығып қыдырамыз деп едік, неге көп жұмыс істей бересіз? Көп жұмыс істесем, ол компанияның болашағы үшін жұмыс жасайын. Ал компанияның болашағы мына сендердің болашақтарың. Жақсы. Жарайды. Жолың болсын онда. Сәттілік. Айтпақшы, анашым, Ақторғындар келе жатыр, жаңа хабарласқан. О, жақсы болды ғой, іш пісіп отыр еді. Жарайды, бірінші келсінші, сосын көреміз. Димаш, сен барда төсегін жина, үнемі мен жинаймын ғой. Жинасаң қыссың ғой, не бопты? Осы қашан қоясыңдар бір-біріңмен салғыласқанды? Алдымен мақсат мына қала ішіндегі келісім шарттарға қол қойдырып алайық. Қалған кейін көре жатармыз. Қазір кездесуге баратын құжаттардың бәрі дайын ба? Барлығын дайындап қойдым, Асеке. Жарайсың, мақсат. Сен мына мен сізде көп нәрсені өз бетіңмен тындыра беретін болыпсың. Саған рахмет. Асеке, сізге рахмет. Сіздің қол астыңызда осы компанияның ашылғаннан бері жүрмін ғой. Қарапайым жұмысшыдан көмекшіңізге дейін көтерілдім. Әрине, сіздің арқаңызда. Сізге рахмет. Мақсат, алдымен ең бірінші мына қағаздарға, құжаттарға қол қойдырып алайық. Иә. Ал, уақыт болды. Жүрейік. Жүріңіз. Кеттік. Саламат кеттік онда, киноға барайық. Кино алып не істейміз? Біз үлкен әкені сағынып келдік қой. Әкем бәрібір қазір жұмыстан келмейді. Жоқ, біздің папа айтты, жұмыста көп болмаймыз, түс қайтамыз деді. Олай болса кеттік, сыртқа шығып футбол ойнаймыз. Балалар үлкен әкені сағындық деп қоймай қойды ғой. Сағынатындай болды ғой. Өткенде келгендерінде де үйде болған жоқ. Оның үстіне мақсаттың жұмысы көбейіп кетті, қолы босамайды ғой. Туған әкелерінен кем көрмейді. Сіздерге қатты бауыр басып қалған. Аслан бізде өте балажан. Сондықтан мақсатты өзінің туған бауырындай көріп, іш тартып тұрады. Алла разы болсын о кісіге. Осы сыйластығымыз ұзағынан болсын. Әумин. Қыздар, сендерге 8 наурызда анам арнап жазған өлеңімді оқып берейінші. Ана бұрой ана ардақты, ана бізге қанат тақты. Ана қуаныш, ана мақтан, баршамызды ана баққан. Қасиетті мейірім берген асыл анам, кедер келіп қадіріңді білмей қалам. Ренжітіп көңіліне тисем де, кешіреді мен әрдайым аяуланам. Мына өлеңді керемет жазыпсың, жүрегіме қатты тиді. Шынымен өте әсерлі екен. Мен де маманы жақсы көріп кеттім ғой. Иә, мамалар біз үшін бүкіл өмірін арнайды, иә? Иә, біздің жағдайымыз жасап, жұмыс та жасамайды, үйде отырады. Мен өскенде жұмыс істеп, ақша тапсам, анашымды алып, бүкіл әлемді аралап саяхаттаймын. Ал мен анама арнап жазған өлеңдерімнен кітап шығарамын.
Иә, мен де анамды қажылық сапарға апаруды армандадым. Қыздар, бәріміз арманымызға жетейік. Жүріңдер, дүкенге барамыз. Алло. Рахмет, иә. Келісім шарттың бәріне қол қойдық. Иә. Рахмет. Иә. Аса дайындықтың қажеті жоқ. Қазір шығамыз. Жәкеңдер ғой. Мына біздер үшін қуанып дастархан жайып жатыр. Асеке, біз кеш қайтады екенбіз ғой, мен үйдегілерге хабарласып айтып қойын, мен күтпей кете беріңдер деп. Күткені несі? Енді Асеке, балаларым үлкен әкені сағындық деп сіздің үйіңізге апарып тастаған. Содан ғой, кеш шығып жатсақ, мен күтпей кете беріңдер дегенім. Жандарым, баяғыдан бері осылай демейсің бе? Қой, мен ана жәкеңдерге отказ берейін, балаларға барайық, солардың көңілдерін көтерейік. Кеттік ал. Ай, осылай бас қосып отырмағалы біраз болыпты. Осы біз мына столды үлкейтеміз ау. Әйтпесе бізге тарлық ететін сияқты. Иә. Үлкен әке, сіз демалыста саяхаттаймыз деп уәде бердіңіз ғой, ұмытқан жоқсыз ба? Жоқ, балам, ұмытқаным жоқ. Екі жанұя болып саяхатқа шығамыз. Ал қазірге қайда баратынымыз тосын сый болып қалсын. Алақай! Саламат, осы сен боксқа қатысып жүрсің ба? Иә, үлкен әке, бар жым. Осы жақында жарыс болады. Міне нәтиже, міне жаңалық. Жарыс болатын кезде бізге айт. Міндетті түрде барамыз. Әке, мен де сізбен бірге барамын. Әрине, балам, барасың. Ниет қабыл балам, үлкен әкеңнің алдынан түс, аяғына отырсын. Ештеңе етпей отыра берсін. Ау қыздар, сендер неге үндемей отырсыңдар? Сендер не істедіңдер бүгін? Кәусар бізге анасына арналған өлең оқып берді. Керемет жазған, өте әсерлі. Мен оны папаға да оқып берген, папа тыңдап қойған уже. Иә, маған да өте қатты ұнады. Біз тыңдаған жоқпыз ғой, бізге де оқып берсеңші. Қой, кейін тыңдармыз. Ұят қой. Тамақ дайын болып қалды, алып келейік. Мақсат, импорттау үшін әр елдің өз талаптарын орындауымыз қажет. Бәріне дайын бол. Жарайды. Бәрін реттейміз ғой. Кім екен? Рұқсат па, балам? Рұқсат, кіріңіз. Отырыңыз, апа. Балам, мен үлкен өтінішпен келіп отырмын. Апа, қандай өтініш? Мен баламды жоғалтып алдым. Сол баламды табуға көмектесші. Жарайды, көмектесейін. Бірақ балаңыздың ақыл-есі дұрыс па өзі? Иә, ақыл-есі дұрыс, дені сау бала. Жақсы. Онда апа, сіз бүйтіңіз. Маған балаңыздың қай қалада тұратын, қайда жасайтын жазып беріңіз, өзім ақтауып берем. Ол осы компанияда сізбен бірге жұмыс жасайды. Осы компанияда? Аты жөнін айтыңызшы. Өзім ақ сазайын берейін қазір. Сапар Мақсат. Сапар Мақсат? Иә, соны көрсеңіз айтыңызшы. Анаң сені қатты сағынды деп. Көзімнің тірісінде бір келпесін шүйге. Мына сөзді басқа біреу айтса, сенбесем. Бірақ мен саған не айтарым білмей тұрмын. Асеке, кешіріңізші. Кешірімді сен менен емес, анаңнан сұра.
иә, сөзіңіз орынды. Асеке, мен бәрін реттеймін, кешіріңізші. Мен сені танымаған екем. Ей, мен сенімен туған бауырдай жақын араласып жүрсем, сен 200 екенсің. Ана мен берген үйдің кілтін, машинаның кілтін қазір таста да, құрт көзіңді. Жоғал! Жоғалт деймін көзіңді. Балам, тоқташы. Балам. Балам. Мақсат, неге ерте келдің? Бәрі дұрыс па? Болды, бәрі бітті. Үйден де көліктен де бәрінен айырылдық. Тез етіп үйді босатыңдар деп жатыр. Аяқ астына не болып қалды? Тыныштық па? Бұл сөз көбейтпеші. Балаларға білдіртпей, тез етіп көшуіміз керек. Бар, жиналыңдар. Жұмыстан ерте келіп қалыпсың ғой. Тыныштық па? Бір жерің ауырып тұр ма? Түрің сұп-сұр болып тұр. Жұмыста сұмдық жағдай болды. Ана, бауырым деп өзіме жақын тартқан Мақсат өз анасынан безген жексұрын екен. Қош, біздің Мақсат па? Оның анасы бар ма екен? Иә. 10 жыл бойы өз анасына намыстанып, өз анасымен араласпай келіпті. Ойбай, масқара. Анашым, сонда дәл қазір көшеміз ба? Балалар, көп сөзді қойып, киімдеріңді жинастырсаңдар, неғып тұрсыңдар? Тым болмаса, қайда көшетімізді нақты айтсаңыздар. Неге көшіп жатырмыз? Бізде себебін білейік те. Айттым ғой, әкелерің жұмыстан шығып қалды. Мына үйді тез босатуымыз керек. Папаңның бастығы өз ағасы ғой, не үшін жұмыстан босаттым? Пап, біз көшіп кетсек мен жарысым не болмақ? Ой, сөзді көбейтпей. Жиналыңдаршы бол. Сен сонда Мақсат көке анасын тастап кеткен айтып қойдың ба не? Өздері сұрап қоймады ғой, үлкен әке папа не үшін жұмыстан шығарып жіберді деп. Балалар, сендердің осында келгендеріңді ата-аналарың біле ма? Жоқ, біз оларға айтпастан кетіп қалдық. Біздің көшкіміз келмейді. Үлкен әке, біз осында қала берейікші. Үлкен әке, мақұл деңізші. Мен папама ренжедім, анасын тастап кеткеніне. Олай болмайды ғой? Туған әкелеріңе олай ренжуге болмайды. Сонда біздің папаның анасы мен сіздің анаңыз екі бөлек адам ба? Ал екеуіңіз туысқан емессіздер ме?
Пап, мақұл деңізші, бізбен бірге тұра берсінші. Ұзаққа кетіп қалса сағынамыз ғой, пап. Неге бір ауыз айтпадыңдар? Уайымдайтын болды ғой. Әне, әкең мен анаң келе жатыр. Балалар, қайда жүрсіңдер, уайымдатып қой. Бір нәрсеге ұрынып қалды ма деп қорқтық қой сендерді. Қане, жиналдар, кетеміз. Жоқ, пап, біз сізбен бірге тұрмаймыз. Иә, папа, сіз үлкейгенде өз анаңызды тастап кеткенсіз. Біз оны білеміз. Адам өз анасын тастап кетпейді ғой. Сіздің қалай да атыңыз барды? Мен сізді жек көрем, пап. Қалай сіз өз анаңыздан безіп өмір сүрдіңіз? Папа, сіз тас жүрексіз. Пап, біз сіз сияқты болмаймыз. Құрметті көрермен, қазақша контенттің дамуына және де тәрбиелік мәні бар фильмдердің шығуына сіз де өз үлесіңізді қосыңыз. Біздің дәл осы Нұрман киностудиясының YouTube каналына тіркеліңіз және де қоңыраушаны басыңыз.